Өлейін деп ойладым. Өлгенде бекерден бекер өле салмайсың ғой, просто. Қатынымның жұрттың өзіңде еркектер деген сөз өтіп кетті да. Өзім пәтер жалдап тұрам, айлығым жер алып, үй салуға жетпейді. Қарыз деген шаш етектен. Қаным басыма шауып тұрғанда, жұрттың еркегі де пәле болды. Пәленшенің байына қарашаны деген сөзден ақ жүйкем жұқарып бітті. Қыз күнінде сіз деп сызылып тұратын сыпайы қатынымнан бұл күнде жұрнақта қалмаған. Бірден айтсың, бетіңнен алып, төсіңе шауып тұрады. Табысың мардымсыз болса, қатын әкеш қатынға да абыройсыз екенсің ғой. Бәрінен құтылудың ең тиімді тәсілі өле салу еді. Бұл қатынмен кезек тұрыстан кейін басыма келген соңғы ой, нақты шешімім болатын. Сол қарқыныммен сарайға кіріп, асылатын жіп іздеп жүргем, тапқанымда сол қожайыным жетіп келген. Өй, тыныштық па? Не істеп жүрсің менің сарайымда? Бұл құрып кеткір сарай екеш сарайда мен екемес екен, сонда ғана есіме түсті.